Самұрық-энерго халықаралық серіктестермен бірлесіп, Қазақстандағы ең ірі жел электр станциясының құрылысын бастады. Уақыт капсуласын салу рәсімі Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы Хантау ауылы маңында өтті. Капсула салу рәсіміне Самұрық-энерго басқарма төрағасы Қайрат Мақсұтов, Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев, Total Energies Renewables басқарушы директоры Тири Плезан және KMG Green Energy серіктестігінің бас директоры Әділжан Нұрсипатов қатысты. Толығырақ Құралай Жұмахан баяндайды. Жамбыл облысында Қазақстан мен Орталық Азиядағы ірі жел электр станциясының құрылысы басталды. Жобаны Самұрық-энерго акционерлік қоғамы және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы мен Франция Республикасы арасындағы стратегиялық әріптестік шеңберінде әлемдегі ең ірі энергетикалық компаниялардың бірі Total Energy мен бірлесіп іске асыруда. Бұл жыл электростанциясы Қазақстан мен Орталық Азияның ең ірі электростанциясының бірі болады. Жоба аясында 20 мың гектар аумақта күштілік қуаттылығы 7 мегаватт 150 генераторлар орнатылады. Станция жылына шамамен 4 миллиард киловатт электр энергиясын өндіреді. Бұл Қазақстанның оңтүстік өңірлеріндегі энергия тапшылығын жабуға елеулі үлес қосады. Мирный жобасының қуаты 1 гигаватт жел электр станциясының құрылысының сыйымдылығы 600 мегаватт сағат энергияны жинақтау жүйесін, сондай-ақ ілеспе желілік инфрақұрылымды дамытуды көздейді. Инвестиция шамамен 1,2 миллиард ақш долларын құрайды. Нысанды пайдалануға беру 2028 жылдың 4 тоқсанына жоспарланып отыр. Жамбыл облысы жел энергетикасын дамытуға қолайлы өңірлердің қатарында ірі энергетикалық нысандарды орналастыруға мүмкіндік береді. Осы әлеуетті тиімді пайдалану мақсатында Ақтас Energy компаниясы қуаттылығы 1 гигаватт болатын жел электр станциясын салу жобасын жүзеге асыруда. Жаңа жел электр станциясының Қазақстан үшін стратегиялық маңызы зор. Жоба жаңа жұмыс орындарын ашуға және Жамбыл облысының әлеуметтік экономикалық дамуына серпін береді. Құралай Жұмахан, Құдайберген Аймырзаұлы, хабар.